70-ші орам Теміртау қаласының алғашқы көп қабатты шағын аудандарының бірі. Пәтерлердің жайғасымы жақсартылған. Үлкен ас үй, бөлек санитарлық торап, лифт және қоқыс құбыры. Әрбір кеңес отбасының арманы. 70-ші орам 1977 жылы пайда болды. Сол кезде қала құрылысының бас жоспарына сәйкес КМК күрделі құрылыс басқармасына Блюхер мен Чайковский, Мичурин және Ленин көшелері арасында жер бөлінді. Бұған дейін бос жатқан далада спорттық жарыстар өткізіліп, көше шыршалары орнатылды. Халық бұл бос жатқан даланы төмпешіктер деп атады. Орам 1968 жылы кеңес сәулетшілері жасаған 121 үйдің Брежнев сериясымен салынды. 70-ші жылдардағы алғашқы көп қабатты ғимарат 1979 жылы Металлург Жилстрой тресі пайдалануға берген нөмірі 9-шы үй. Пайдалануға берілген үйлерді бірден тұрғындармен қоныстандырды. Сондықтан 70-ші орамның байырғы тұрғындарының балалық шағы шұңқырлар, көтергіш крандар мен қазылған орлардың арасында өтті. 1980-1983 жылдары 4-ші шағын отбасылық жатақхана пайдалануға берілді. Олар жас отбасыларға, соның ішінде баласыз отбасыларға арналған, өйткені отбасы мүшелерінің саны үлкен тұрғын үйге үміт артуға мүмкіндік бермеді. Ұзақ уақыт бойы 70-ші орамдағы жатақханалар қирап тұрды. Қазір нөмірі 14-ші және нөмірі 15-ші екі үйді қалпына келтіру аяқталды. Орамдағы 12 қабатты үйлер 1984 жылдан 86 жылға дейін салынды. Айтпақшы, 1980 жылдардың басына дейін 9 қабаттан жоғары үйлер салынбаған деген нұсқа бар. Өйткені өрт сөндірушілерде тұрғындарды 9 қабаттан аспайтын үйлерден көшіруге мүмкіндік беретін тек 28 метрлік баспалдақтар болған. 1980 жылдары биік үйлердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін 40 метрлік және одан да ұзын өрт сатылары пайда болды. 70-ші орамның құрылыс жобасында тұрғын үйлерден басқа 2 тұрмыстық қызмет көрсету үйі, 2 сауда орталығы, балабақша, сүт тағамдарының ас үйі және мектеп болды. Қаладағы ең үлкен экспресс тұрмыстық қызмет көрсету үйі 1985 жылы есігін айқара ашты. Қала тұрғындарының есінде ол 90-шы жылдары есте қалды. Мұнда бірінші қабатта алғашқы дыбыс жазу студияларының бірі коммерциялық дүкен орналасқан. Онда теміртаулықтар алғаш рет түрік печеньесі мен Қытай кеспесін сатып алған. Ал екінші қабатта ең жайлы бейнесалондар мен казинолардың бірі болған. Ал екінші тұрмыстық қызмет көрсету үйі ешқашан ашылған жоқ. Дәлірек айтқанда, қаланың медициналық мекемелер мен қамтамасыз етілуінің төмендігіне байланысты қалалық атқару комитеті тұрмыс үйінің ғимаратын қалалық стоматологияның ортопедиялық бөлімін орналастыру үшін қалалық денсаулық сақтау бөлімінің ведомствосына беру туралы шешім қабылдады. Ал қазір бұл ғимаратта жеке меншіктегі стоматология орналасқан. Орамның инфрақұрылымына өз бассейнімен және сүт ас үйімен жабдықталған 320 тәрбиеленушіге арналған балабақша кірді. Сүт асханасының ғимараты сақталмаған, ал ұзақ уақыт бойы почемушки деп аталатын балабақша қазірде жұмыс істейді. Ол балалар үшін 1980 жылы ашылды. 1176 оқушыға арналған нөмірі 31-ші мектеп орамның құрылысы басталғаннан 10 жыл өткен соң 1987 жылы өз есігін айқара ашты. Шағын аудандағы балалар нөмірі 11-ші және нөмірі 25-ші мектептерде сабақ алды. Жаңа мектепте бассейн, тир, компьютерлік сынып, лингафон кабинеттері және тамаша педагогикалық құрам болды. Мектептің бірінші директоры Андрей Григорьевич Сусоев болды. Оның басшылығымен қазіргі заманғы жаңашыл өзгерістер енгізілді. 5 күндік оқыту, еркін киім формасы. Мектепте театр, радио, поэзия клубы жұмыс істеді. Ұзақ демалыстарда көптеген оқушылар мұғалімдермен бірге Кеңес одағының қалаларына саяхат жасады.
70-ші орамдағы көне ғимараттардың бірі әлем балалар мен жасөспірімдер орталығы. Ол 1967 жылы Феликс Дзержинский атындағы пионерлер үйі ретінде ашылды. Пионерлер сарайының алғашқы директоры Черноусова Рима Михайловна болды. Пионерлер үйінің тәрбиеленушілері 5 пионерлер қорытпасының, одақтас республикалар фестивальдерінің, пионер слеттерінің қатысушылары болды. 1991 жылы Дзержинский атындағы пионерлер үйінің базасында әлем балалар жасөспірімдер орталығы құрылды. Жас шағын аудан теміртаулықтардың мақтанышы болды. Ол 1984 жылы Босниядағы бауырлас қала Зеницаның есімін алды. Осы оқиғаның құрметіне Қазақстан дүкенінің алдындағы саяжолда ескерткіш тас орнатылды. Оқшауланған ескерткішті вандальдар үнемі қиратып отырды, ал орамның атауы да халық арасында бекітілмеді. Бірақ 1982 жылдың күзінде салынған керемет Қарағай саяжолы әлі күнге дейін сақталған. Қазақстан дүкені де жұмыс істейді. Кеңес дәуірінде бұл сауда орталығының қызмет көрсету жүйесі қазіргі супермаркеттерге ұқсады. Тек ол универсам, өзіне өзі қызмет көрсетудің әмбебап дүкені деп аталды. 70-ші орамды салу туралы шешім қабылданғаннан бері 40 жылдан астам уақыт өтті. Бұл шағын аудан бүгінде Теміртаудағы ең беделді аудандардың бірі болып саналады.